Баршаңызға сәлем. Өте дәмді, үлпілдек пісіргеннен кейін көлемін жоғалтпайтын құймақтың рецептісімен бөлісемін. Ыдысқа бір жұмыртқа, қант, шым-шым тұз қосып араластырамыз. Араластыра отырып жылы айранымызды құямыз. Електен өткен ұнды араластыра отырып қосамыз. Осындай қалың, консистенциялы болады. Енді нан содасына бір ас қасық уксусты қосып, реакцияға түсіріп, лезде араластырып, 10-15 минутқа қамырымызды тынығуға қойып қоямыз. Енді осыдан кейін араластыруға болмайды. Табаға майымызды құйып, бір ас қасық қамырды алып, орналастырамыз. Орташа отта қызарғанша екі жағынан пісіріп аламыз. Піскен құймағымызды қағаз сүлгісі төселген тарелкаға орналастырып, майын сорғытып аламыз. Дәмді үлпілдек құймақтарымыз дайын. Қалауларыңыз бойынша әсемдеп дастарханға береміз. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.